Ассалямуалейкум, сіздермен Айгерім, каналыма қош келдіңіздер. Біз бүгін қазіргі кезде хит болып жатқан пирогтың бірі ананас қосылған пирогты жасайтын боламыз. Бұл пирог өте дәмді болып шығады. Сондай жұмсақ, нәзік, өзінің керемет дәмімен ерекшеленетін пирог және де бір жасағаны мінсіз болып шығады. Ол үшін мен айтқан рецептпен жасаңыздар. Видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Ең алдымен ыдысымызға електен өткізілген ұнды саламыз. Оның үстіне бір шай қасық қопсытқышты салып араластырамыз. Оның үстіне тоңазытқыштан шыққан осындай сары майды салып, қолымызбен крошка жасайтын боламыз. Сары майдың 82%-ын қолданыңыздар. Сол кезде тесталарыңыз жұмсақ болып шығады. Мінекей, осылай қолымызбен үгітіп, крошка жасап аламыз. Содан соң қанттың үстіне бір жұмыртқамызды жарып салып, венчикпен қантымыз ерігенше жақсылап араластырып аламыз. Енді жұмыртқалы массамызды жаңағы дайындап қойған ұнымыздың үстіне құйып, қолымызбен жұмсақ етіп жақсылап қамыр илеп аламыз. Сонымен қатар достар, осындай қазақша контентті каналдың ары қарай дамуына сіздер де өз үлестеріңізді қоса аласыздар. Ол үшін менің каналыма тіркеліп, лайк басып, осы видеоны жақындарыңызға әлеуметтік желі арқылы бөлсе отырсаңыздар болады. Сіздерге алдын ала алғысымды айтамын. Менің каналымда сонымен қатар көптеген рецепттер бар, қарап өтсеңіздер болады. Енді осы қамырымызды целлофанға салып, 15 минутқа тоңазытқышқа салып тындырып қоямыз. Оған дейін салмасын дайындай береміз. Салмасына дүкеннің 20% қаймағын аламыз. Оның үстіне қойылатылған сүт, яғни сгущенкамызды құямыз. Сгущенканың жақсы, яғни сапалы түрін алыңыздар. Мен осындай 3 желания сгущенкасын алдым. Оның үстіне жүгері крахмалын қосамыз. Міндетті түрде қосамыз. Сол кезде біздің пирогымыздың начинкасы ағып кетпей, өзінің бір қалыпты массасын ұстап тұратын болады. Оның үстіне жарты шай қасық ванилин қантын қосып, барлығын венчиктің көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Енді формамыздың үстіне пергамент қағазын төсеп, тоңазытқышта тұрған қамырымызды алып, қолымыздың көмегімен барлық шетіне тигізіп жайып шығамыз. Қамырымыз өте жұмсақ, әдемі болып тұр екен. Шеттеріне бортик шығарамыз. Мінекей, осылай барлығын қолымызбен жайып шығатын боламыз. Және де достар, осы қамырды басқа да пирогтарға қолдана берсеңіздер болады. Осындай жұмсақ, дәмді болып шығады. Енді шанышқының көмегімен шеттерін тегістеп әдемілеп шығамыз. Ортасында тесіп кетуді ұмытпаймыз. Қамырдың үстіне біздің дайын болып тұрған салмамызды құйып шығамыз. Оның үстіне жұқалап туралған ананасымызды қойып шығатын боламыз. Қаласаңыздар кесіп қойсаңыздар да болады. Мен кеспей осындай дөңгелек күйінде қойып шықтым. Ананас бұл пирогқа өте керемет, ерекше дәм беретін болады. Сол себепті міндетті түрде қосыңыздар. Енді пирогымызды қызып тұрған пешке 160 градуста шамамен 35-40 минутқа қойып пісіріп алатын боламыз. Пирог піскеннен кейін бөлме температурасында шамамен 2 сағаттай суытып, содан соң тоңазытқышқа кем дегенде 1 сағатқа қоюды ұмытпаңыздар.
Сонымен достар, біздің ананас қосылған пирогымыз осымен дайын. Бұл пирог шынымен де өте керемет болып шығады. Қамыры сондай жұмсақ, салмасы нәзік, және де бұл пирогқа ерекше дәм беріп тұратын құрамында ананас бар. Сол себепті сіздерге тек қана жасауға ғана кеңесімді беремін. Жасап көріңіздер. Осы видео сіздерге пайдалы болса, каналыма тіркеліп, лүпіл басып, қолдап кетіңіздер. Назарларыңызға көптен көп рахмет. Сіздермен бірге болған Әйгерім.